Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев еліміздің мәслихат депутаттары мен жаңа конституцияның жобасын талқылады. Жиында адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін нығайту мақсатында ата заңға енгізілген өзгерістердің маңызы пысықталды. Жоғары палата спикер алдағы маңызды науқан ел дамуындағы шешуші кезең екенін тілге тиек етті. Жаңа ата заң жобасы әділетті Қазақстан идеясын толық іске асыруға ықпал етіп, саяси жүйені демократияландыру мен жаңғыртудың құқықтық негізін айқындайтынын жеткізді. Президентimiz Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың бастамасымен жаңа конституция жобасы әзірленіп, республикалық референдумға шығарылды. Бұл демократияны нығайта түсетін маңызды қадам екені анық. Жаңа преамбулада адам құқықтары мен бостандықтары алғаш рет мемлекеттің негізгі басымдығы ретінде жарияланды. Конституцияның жобасы азаматтардың ұсыныстарын ескере отырып әзірленді. Жарты жыл бойы парламент депутаттары, маслихат төрағалары, қоғам қайраткерлері, сондай-ақ сарапшылар мен әртүрлі заң салаларының мамандары жаңа конституция жобасын әзірлеуге атсалысты. Аталған жұмыстың нәтижесінде жаңа ата заң теңгерімді әрі терең ойластырылған құжат болып қалыптасты.